Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Айгерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода осындай керемет булочканың рецептісін көрсетемін. Бұл өрілген булочка деп аталады, яғни плетенка деп аталады. Қазіргі кезге қыс мезгіліне жасап көрсеңіздер, енді керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны мұқият соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз, және де оның үстінен сары майымызды саламыз. Біздегі сары май бөлме температурасындағы болуы қажет. Енді жақсылап араластырамыз. Келесі қантымызды салып, тағы да ерігенше жақсылап араластырамыз. Келесі шамалы ашытқымызды саламыз, және де иісі әдемі болып шығу үшін осындай ванильді сахардан шамалы қоссаңыздар болады. Жақсылап араластырып, одан кейін 2 дана жұмыртқамызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Келесі ұнның үстіне шамалы разрыхителді қосамыз. Ұнды шамалы шетінен қосып отырып, осылай шанышқының көмегімен жақсылап араластырып, қамырымызды илейміз. Құрметті қыз-келіншектер, астындағы подписаться батырмасын басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Мінекей, біз қамырымызды жақсылап илеп алдық. Осындай қолға қатты жабыспайтын жұмсақ қамыр болып шығады. Енді бетін жауып, жылы жерге жарты сағатқа көтерілгенше қойып қоямыз. Міне қыздар, біздің қамырымыз жақсылап көтерілді. Енді қолымызбен ақырын алып, осылайынан басып отырып, 4 бұрышты формаға келтіреміз. Шамалы ұн себіңіздер, себебі қолдарыңызға жабысып қалуы мүмкін. Енді екінші жағына аударып, оқтаудың көмегімен 4 бұрышты пішінге келтіріп, жайып аламыз. Қамырдың қалыңдығын 1 сантиметрдей қылып жайсаңыздар болады. Мінекей, біз барлығын жақсылап жайып алдық. Енді осылайынан ортасында ерітілген сары майды барлық жағына жағып шығамыз. Келесі видеода көрсетілгендей қантымызды сеуіп шығамыз. Енді корицаны да 2 немесе 3 қасықтай сеуіп шығамыз. Осы булочкадағы ең керекті зат бұл корица болып табылады. Иісінде керемет болып шығарады. Кәдімгі синнабон булочкасын жасаған кезде көбіне осы корицаны қолданады ғой. Сол секілді бұл булочкаға да осы корица қолданады. Келесі грек жаңғағын алып, пышақпен майдалап аламыз. Мінекей, осылайынан майдалап алып, үстінен сеуіп шығамыз. Бұлай жеке-жеке сеппей, барлығын бірдегенен ыдысқа араластырып алып, сеуіп шықсаңыздар болады. Мен осылай сіздерге түсінікті болу үшін осылайынан сеуіп шықтым. Енді видеода көрсетілгендей барлығын орап шығамыз. Ортасын тығыздап орап шығыңыздар. Енді ең соңғы оратылған жерін осылайынан жабыстырып шығамыз. Енді видеода көрсетілгендей дәл ортасынан пышақпен кесіп аламыз.
Мінекей барлығын жақсылап кесіп алдық. Енді осы екі бөлікті видеода көрсетілгендей екеуін орап отырып өріп шығамыз. Сол кезде бізде кәдімгідей өрілген булочка болып шығады. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай барлығын осылайынан жасап шығамыз. Ешқандай да қиындығы жоқ, өте оңай, ақырын жұмыс жасаймыз. Енді видеода көрсетілгендей осы өрілген булочканы осылайынан жинақы етіп домалақ пішінге келтіреміз. Дайын болған булочкамызды қолымызбен ақырын алып, табамызға жақсылап орналастырамыз. Енді алдын ала қызып тұрған пеште 200 градуста беті қызарғанша пісіріп аламыз. Міне қыздар, біздің булочкамыз өте әдемі болып пісіп шықты. Енді бетіне сахарный пудра сепсеңіздер болады. Мен осындай оңай крем жасадым. Бұл жұмыртқаның ағы мен кәдімгі қант ұнтағы екеуін жақсылап араластырдым. Шамалы миксермен араластырамын 5 минуттай. Сол кезде осындай аппақ глазур болып шығады. Енді осыны кисточканың көмегімен жақсылап бүкіл жағына жеткілікті етіп жағып шығамыз. Енді бетіне осындай кокосовый стружканы жақсылап сеуіп шығамыз. Осылайынан үйдегі бар заттармен әсемдей берсеңіздер болады, бірақ бұл міндетті емес. Міне біздің булочкамыз дайын болды. Қарасаңыздар өте ерекше болып шықты. Дәмі де енді керемет болып шықты қыздар. Алдағы келе жатқан жаңа жыл мерекесіне дастарханға осылайынан жасап, керемет осылайынан сәндеп ұсынсаңыздар өте күшті болып шығады. Міне менің булочкам осылайынан болып шықты. Міне қыздар, ортасы осындай болып шығады. Сіздермен болған Айгерім. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеоларда кездескенше.